Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып жаңағы тұруға жақсы. Украиндар орыс басып алған біраз жерін қайтарып алды. Осы соңғы бір тәулікте олар 8 ірі қалашықты қолдарына алғандығын жариялап отыр. Бірақ Украин соғысында мынау батыс әлеуметтік желісінде айтылғандай қателіктер де көп болды. Біріншісі, олар Германиядан алған танкілерінің функцияларын толық пайдалана алмады ма? Жоқ, Германия танкілері орыс танкілерін тасталқан қылып жібереді. Ешқандай орыстың қаруы оған төтеп бере алмайды дейтін бір аңызға сеніп қалды ма? Сол жаңағы қанша мықты болса да жауға салма, жалғызды деп қазақ айтқандай, қолдарына тиген саусақпен санарлық Германның танкісін алдыңғы шепке салып жіберді. Нәтижесінде орыстар бұл соғысқа өте ұзақ уақыт дайындалғандықтан Германның 1-2 танкісі қирады, бірнеше зор шығынға ұшырады, біраз танкісі жаңағы қолды болды деген ақпараттар бар. Енді кейбір әскери мамандардың айтуынша Украин қолындағы сол саусақпен санарлық Герман танкілерін алдыңғы шепке салмай, оны алыстан Ресейдің жаңа танктерін спутник арқылы, дрондар арқылы біліп, сол орыс танкілерін алыстан соққы беруге пайдалануы керек еді деп жазып жатыр. Орыстың танкісі мен Германның танкісі жақын аралықтан келсе, әрине танкпен танк бетпе-бет келгенде, оларға әрине жаңағы бір-бірін атқан оқтар бірін-бірі зақымдайтыны белгілі. Бірақ орыс танкісінің оғы алысқа ұша алмайды, Герман танкісінің оғы алысқа ұшады. Орыс танкісінің дәл тию пайызы төмен, Герман танкісінің дәл тию пайызы жоғары. Сондықтан Германның танкісін сол алдыңғы шепке салмай, алыс аралықтан барлап жақындай бастаған орыс танкісін атып отыру керек еді деген сияқты сөздер айтылды. Бірақ қалай болмасын, бір тәулікке жетпейтін уақытта 8 маңызды әскери қалашықты қолдарына алғаны бұл үлкен жеңіс. Бұл бірінші. Екіншіден, мына батысты тағы да орыстар таңырқатқанын қоймай келе жатыр. Орыстар мынау Каховка су қоймасын жарып жібергеннен кейін, сол су қоймасының ағатын ағысының Ресей жақ шекарасы және Украин жақ шекарасы болады. Сол су өзен сол ағысты бойлап төмендегі елді сел алып кетті. Бірақ Украин жақта Зеленский бүкіл халықты, бүкіл қорғау командасын аттанысқа келтіріп отырып, сол өзінің халқын құтқарып қалды. Шығын максимал деңгейде төмен. Ал бірақ орыс жақта бірде-бір құтқарушы болмаған, орыстың әскерлерде, халқыда, мал мүлкіде қысқасы сол суға ағып кетті. Бұл енді орыстардың соншалықты деңгейде бір тобырлық санаға түскендігі, ана төменгі ағыста өздерінің меңгеруіндегі, өздері жаулап алған, өздері билік құрып, мынау біздің жеріміз деп жариялап қойған жердегі халықты сел алып кеткенде бір орыстың ұйымы барып құтқарған жоқ. Орыстың ұйымдары жаңағы сел баспаған үстірттегі, биіктегі жердегі халықтардың азын-аулақ жаңағы жерлеріне барып, сол тағы да сол сәбеттен қалған показухалары, көрсетпелерін көрсетіп, осы керемет қырып жойып, бәрі аман, бәрі дұрыс деген есебін ғана беріп отыр. Бірақ енді ағып өлген әскерде қисам жоқ. Бұл шынында орыстардың өте бір зұлымдыққа барғандығын білдіреді. Үшіншісі, қазір орыс жеріндегі орыс еріктілерінің, яғни Путинге қарсы оппозициялық қарулы күштердің, яғни Украиннан қару алған, Украин арқылы батыстан қару алған аталмыш орыс еріктілер жасағының соғысы үдей түсті. Бұл тағы да жағымды жаңалық. Ал бұдан да басқа жағымды жаңалық, қазір Украинға беріліп жатқан орыс әскерилерінің жаңағы дәрежесі арта түскен. Қазір енді кәдімгідей батальондарды басқаратын полковник дәрежелі, полковниктен де жоғары деңгейдегі әскери мамандар тікеден тіке орай болса болды, алдыңғы шепке бара қалса болды, бірден Украинға беріліп жатыр. Олар ебін тауып Украинның арнайы жаңағы барлау қызметімен хабарласып,
өздері берілейін деп тұрған танктерін айдап, көліктерін, әскери техникасын айдап берілетін тұстарына Украинаның дрондары да ондай танктерді атқыламайды. Олар кәдімгідей келісіп, мына бағыт, мына координаттағы, мына танктегі бәленадан беріледі деп күні-бүгін келісіп жатыр. Міне бұның барлығы Ресейде қазір ішкі жақта әскери шенділердің өзі мүлде сенімнен кеткендігін, әгі орыстың аңызы, орыс керемет, орыс мықты деген өздерінің өтірігіне өздері сеніп алданып қалған сол аңыздарының, көбік аңыздарының былайша айтқанда көбіктері жарылып жатқандығының бір дәлел осы. Ал бастысы орыс еріктілер жасағы соғысып жатқан жерде қазір олар сол анау Вагнердің бастығы Пригожинді соны сен келіп жаңағы келіп құтқар деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Енді тағы бір қызығы, мынау Шойгу бар, басқасы бар орыс әскерилері шын мәнде орыс жасағының әлсіздігін соңғы кезде өздері де сұхбаттарында мойындай бастады. Бірақ олар айтады, енді бір қызық жағдайды айтайық. Мысалы, Путин осығанға дейін ерекше әскери операция деді, соғыс деп атаған жоқ. Ол Путиннің ұғымында Украин деген халық жоқ, Украин деген мемлекет жоқ, оның бәрі совет коммунистерінің қателігі, сол коммунистердің кесірінен Шар Россияның осыншама территориясы орыстардың қолынан шығып кетті деген сияқты әңгімені айтқан болса, енді Путин өзінің сөзінде ресми түрде война деген сөзді қолданып қалды, соғыс деген сөзді қолданып қалды. Яғни Путин бұның соғыс екендігін мойындады. Бұл енді батыстың медиаларында кәдімгідей Путиннің масқарасы деп, бұны Путин сөзден кетті ма, Путин осығанға дейін бұны соғыс деп атағандар жазалайтын заң шығарған. Кімде-кім соғыс тоқтасын десе, сен бұл ерекше әскери операцияны соғыс деп атадың деп сол үшін жаңа қылмыстық жазаға тартқан. Енді Путиннің өзі бұны соғыс деп атады. Бұғанға дейін орыс медиасы орыстың ішкі жағында соғыс болғандығын мойындамай, ол туралы әңгіме айтпай қойған болса, енді бұны ашық әңгіме қылып айта бастады. Демек, соғыстың қызуы арта түсті. Енді екінші жағымды жаңалығымызды жалғастырып жіберейік. Ол мынау Қытай. Қытай кезінде Совет одағы өткізген қателікті қайталады. Қандай қателік? Совет одағы Американың бүйірінен, мына Майами штаты менен арасы небәрі бірнеше жүз километр, 160-200 километр ғана болатын. Америкамен теңіз арқылы бетпе-бет шектесіп отырған, бетпе-бет шекараласып отырған Кубаға атом бомбасын орнатпақшы болған. Сөйтіп, Совет одағы бүкіл дүние жүзінің алдында масқара болған. Тіпті Совет одағының суасты сүңгуір кемесі Американың қысымына төзбей, Америкаға беріліп, Американың әскері, Совет одағының әскери кемесіне де, суасты сүңгуір кемесіне де кіріп, олар екі қолын көтеріп беріліп, содан сол нені қайтарып берген. Совет одағы оны өмір ішкі ақпаратында айтпайды, бірақ бұл батыс ақпаратында айтылған дүние. Сол Кубада атом дағдарысы болды. Себебі Кубаға атом қаруын орнататын болса, онда Американы бүйірден соғалады. Американың кез келген территориясын оралатын мүмкіндік ие болады. Бірақ Совет одағы кезінде Кубаға оны орната алмай кетті. Енді сол Совет орната алмай кеткенді Қытай осы сол тура Майамимен бетпе-бет келетін, Америкамен 100 неше ғана километр келетін шекараға электрондық барлау базасын орнатпақшы болған. Оның өзіне $1 миллиард жұмсап қойған. Сөйтіп, бұл тағы да әшкереленіп қалды. Енді Америка осы мәселе бойынша Қытаймен әскери бетпе-бет келіп отыр. Ол деген сөз Қытайдың Америкаға бағытталған осындай әскери қаупі артқан сайын, яғни Америка Қытайдың өзіне әскери қауіп төндіргенін білген сайын, сезген сайын Қытайға деген қысым арта түседі.